أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير Assalamu алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, біз өзіміздің күнде осы мешітімізде өтіп жүрген дәрістен қосымша осы дәрістерді осы видеоға жазу арқылы өтуді де жөн көріп отырмыз. Бұл дәрістен бәлки жаңадан бастап жүрген, өз бетімен үйреніп жүргендер болса да қолданады, бәлки осы дәрісімізге келіп жүрген бауырларымызда қосымша үйден тапсырма ретінде қарап, өзіне қосымша сабақ ретінде қарап қолдану үшін жазып отырмыз. Енді бұл кітап Мабдал қырағат кітабын біз таңдап алдық араб тілін үйрену үшін алғашқы кіріспе ретінде. Бұл кітап 3 томнан тұрады. Бірінші тобы міне әл-Джузул әувал, бірінші кітабы, бірінші томы біз осы кітаптан бастап оқитын боламыз. Және бұл кітаптың авторы Сунатулла Ниаматулла ұлы деген осы ұлты татар болған кісі жазған. Жалпы бұл кісі 1885 жылы дүниеге келген және 1894 пен 1905 жылдары Уфа қаласында Хусейния деген медреседе білім алған. Кейін ары қарай Каирдегі, Мысыр еліндегі Әл-Асқар университетіне оқуға түсіп, сол жақта да білімін шыңдаған кісі. Және ол кісі осы елге келіп осы кітапты Орта Азия түркі халықтарына осы Құран мен хадис ғылымдарына жеткізер алғашқы тілашар ретінде жазған. Осы кітапты Мабдал қырағат кітабын жазған. Сол Құранды, хадистерді оқып түсініп білу үшін. Және бұл кісі сонымен қатар басқа да кітаптар жазған. Яғни Хазіреті Мұхаммад, 4 халифа, Шығыс тарихы, Мабдас сарф, Мабдан наху деген сияқты кітаптар жазған. Және бұл кісі 1954 жылы Қазан шаһарында дүниеден озған кісі екен. Жалпы бұл кітаптар сол кісінің жазып кеткеннен кейін Орта Азия елдерінде, Өзбекстанда бұрында көбірек оқытылған, медреселерде, худжраларда оқытылған. Енді сол кітапты өзімізде осы Орта Азияда, худжрада оқып келген ұстаздардан оқып үйрендік. Және осы Мабдал қырағат кітабын қазіргі күйіне келтіріп, ретке келтірген ұстаздарымыздың бірі Қобыланды Қадыршағұлы деген ұстаздың реттеуімен жазған кітап. Яғни қазіргі баспа түріне келтірген сол кісі. Соның жанында серігі бар, Асқар деген ұстазымыз болған. Ұстазымыз бар, сол кісінің сабағын алып үйренгенбіз. Айтқым келіп жатқан нәрсе, бұл жалпы сол Орта Азия елдерінің кезінде худжраларда оқытылып, белгілі тәртіппен оқылған. Және Мабдал қырағаттың жаңағы бірінші томын оқып бітіргеннен кейін осы Муаллим сарф деген кітап бар, мысалы, соны оқытып, кейін Мабдан наху, осы Мабдан наху кітабын оқытып, кейін Мабдал 2, Мабдал 3 деген секілді осы 3 томды оқып бітіріп, ары қарай шариғат кітаптарын, яғни діни кітаптарды оқытуды бастайтын болған. Осы аталған 5 кітапты бітірген, яғни осы Мабдал 1 мен 2, 3 томын және соның арасында сарфтан және нахудан 1 кітап бітіргендер жарты молда деп аталатын болған екен. Яғни араб тілінің бір деңгейде үйреніп, яғни шариғат кітаптарды, діни кітаптарды оқуға болады деген мағынада. Ол одан кейін бірнеше шариғи кітаптарды оқығаннан кейін сен молда болдың, енді ары қарай барып дінді үйретсең болады деп жіберетін болған екен. Енді бұл сіздерге жалпы қосымша мағлұмат ретінде айтып жатырмыз. Бүгін енді біздің дәрісіміз кіріспе дәрісіміз болып жатыр. Бұл Мабдал қырағат кітабы жөнінде. Алдағы уақытта бұл кітапты оқыған кезде бұның жалпы тәртіп жүйесі, сол бұрыннан қалыптасып келе жатқан жүйесі. Мабдал қырағат кітабының басында осы сөздік, кейін мәтін береді, ал артында осы сөздіктері бар. Бірінші дәрісті оқудың жүйесі, бірінші кезекте сөздіктерді жақсылап жаттау керек. Сосын барып
сөздіктерді жақсылап жаттап алғаннан кейін барып мәтінге көшіп мәтінді оқып аударады. Және бұл мәтінді толыққанды меңгеру үшін, сөздерді жаттап көңілде сақтау үшін мәтінді міндетті түрде тек қана арабшасын аударғаннан кейін арабшасының өзін 15-20 рет, мүмкіншілік болса 30 рет оқып, көбірек оқып, тіл үйрету керек, әрі көз үйрету керек, әрі сол дауыстау оқу арқылы құлақты да үйрету керек. Яғни бұл кітаптың тәртібі сондай. Яғни бірінші сөздік жатталады, кейін мәтінді бірнеше рет қайталап оқып аудару қажет. Яғни 1-2 рет оқып аудара алдым болды деп қанағат тұтып қалуға болмайды. Бұны 1 рет оқып аударғаннан кейін ішінде мәтіннің не айтылғанын түсінгеннен кейін міндетті түрде көбірек қайталап оқу керек. Құран жаттаған сияқты санаққа салып оқу керек. Сол кезде бұл дәріс шыңдала түсіп, ары қарай жетілдіре түсесіз. Сондықтан осы бастан дәріске кіріспестен бұрын алдын ала айтып қояйық. Бұл кітаптың жүйесі мәтінді оқу, бірінші сөздікті толық жаттау, толық жаттап болғаннан кейін мәтінді оқып, бір мәрте аударып, кейін тек қана арабшасын оқи беріп, арасында 1-2 рет аударып қойсаңыз болады. Яғни аудармасын да түсініп тұрып отыру үшін аударып қойсаңыз болады, және мәтінді жақсылап жетік меңгеру қажет. Олай болса, бүгінгі дәрісіміз кіріспе дәрісі болды. Алла нәсіп етсе, келесі дәрісімізде біз иншалла жаңа бірінші сабақты бастайтын боламыз.